Ассалаумағалейкумдер. Бүгін бізде Mercedes 210-дық. Бұл автокөлікте дұрыс кішкен таңертең қыздырған кезде тұншығып алады. Сосын қатты газ берген кезде, разгон алатын кезде көлік атады. Хозяин айтқан бойынша. Сондықтан қазір біз дымогенератормен түтін қуамыз. Қай жерінде тесік бар екенін, қай жерден шығарып тұрған, мүмкін дросельдің өзінің выработкасынан да кетуі мүмкін ауа. Сондықтан автокөлік 3000-3500 обороттарда дұрыс ала алмай қалады тұншығып. Ол проблема воздух жетіспегендіктен болады. Сондықтан біз қазір аппаратпен дымогенератормен түтін қуып, ішін тексеретін боламыз. Так, дымогенератор қазір ысып жатыр. Түтін міне келіп бастады. Өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, соны біз тесік жерге саламыз. Енді 30 секунд, 40 секунд қосатын боламыз. Мінекей, бір жерден түтін шығып бар тұр. Қазір көретін боламыз, қай жерден түтін шығып атқан. Мына жерден түтін шығып атты, көрдің бе? Қызыл ауа. Әкел фонарикті. Так, дроссель жақтан, волюметр жақтан ауа жоқ. Осы жерден түтін келіп бастады. Осы жерден ауа сорт тұр. Проблеманың бары газ жақтан, редуктор жақтан келіп жатыр. Мына жерден дроссель жақтан пока түтін жоқ. Ештеңе көрінбейді. Ауа бұл жерде жоқ. Кәнекей, қай жерден шығып жатыр, Рахман? Адсорберден шығып тұр ма, дейма? Газдан шығып жатыр ғой. Көрдің бе? Мына адсорберден шығып тұр ғой. Мына түтіннен шығып тұр, көрдің бе? Ауаны қай жерден сорып тұрғанын. Мінекей, достар, түтін қай жерден шығып тұрғанын. Осы екі жерден шығып тұр түтін. Алма жерлерде түтін жоқ сияқты. Міне дросельден де шықты, көрдің бе? Мына жерде көрдің бе? Қара, қай жерден шығып тұрын, қара. Фонарик жақ. Әкел маған бер. Мына жерден арқын. Көрдің бе? Қай жерден? Міне, мына коллектордан шығып тұр. Мына жер бірақ аңқып кетті міне түтіннен. Осы міне подсос воздух деген білдіртеді. Подсос воздуха сенде редукторыңнан шығып жатыр, Рахман. Коллекторге барады ғой, коллекторге барады. Осылай міне түтін белгілі болында қай жерде екен. Мінекей, достар, бірінші проблеманы таптық. Проблема деген ауа сорт тұр. Ауа сорт тұрған жоқ, ауа шығып тұр. Негізі мұның іші атмосфера заряженный болып келеді. Воздухтың, ауаның барлығы мына волюметрден өтіп, бұл жерде өлшенеді, қанша килограммға қанша бензин шашатындығынан. Сондықтан сізде жанармай көп жағып жүрсе, немесе свечтеріңіз қара май болып жүрсе, бірінші ауаның подсосынан қарау керек деген сөз. Себебі мынадан бөлек мынандай коллекторлерден немесе адсорбер жақтардан, мынандай шланг жақтардан ауа сорса, лямбда зонд қарап отырады да, воздух көп дейді, тағы бензинді құйып компьютерге команда береді. Команда бергеннен кейін ол уже бензинді қатты құйып, сосын машина дұрыс тартпай, свечіңіз қарамай болып, свеч ауыстырудың пайдасы жоқ. Бірінші воздухты кетірудің амалын табу керек. Бізде мінекей қазір коллекторден ауаның дымогенератормен тексергеннен кейін проблема табылды. Воздухтан тағы да қазір мотор тестермен, свечімен, свечной зажигание жағын қарайтын боламыз. Диагностикаға саламыз Mercedes-ті. Сосын тағы да бір-екі проблемасын қарайтын боламыз. Так, сонымен енді компьютерінің диагностикасын жасайтын боламыз. Диагностиканың коннекторы мында болады.
Бұл автоком деген өте автомат калашник сияқты өлмейтін құрал. Star Diagnosis'тен қарағанда, менде S3 деген Star Diagnosis болғанда, бұның шыдаған, ол шыдай алмай қалды, жасамай қалды. Сондықтан, бірақ енді комплектация жағынан барлық блокты біле бермейді, бірақ автоматпен коробканы, моторымен коробканы көре алады. Қазір біз диагностика түсіретін боламыз. Мен операторымнан камерамды алайын. Операторым зажигание ашыны кілттің. Мен өзім қараймыз қазір. Так, автокөлік бізде Mercedes. Mercedesке барайық. 210. $210. 96 ғой да? 96 жыл. Бензин. Мотор бізде 104. X6. HFM деген. Қостың ғой зажиганиеда, Рахман? Қазір диагностикадан қарайық не шығып тұрған. Релелер ойнады. Связь установлена дейді. Мен диагностика салған жоқ, бірақ қазірден айтайын, лямбдазон точно шығады. Айттым ғой, лямбдазон. Слишком бедная смесь. Мен жаңа айтқанымдай, бедная смесь регулятор лямбдазонда ол ауа сорғаннан болады. Лямбда бұл автокөлікте жасап тұрғасын, бедный богатый смесь деп өлшейді, и датчик детонация қосылады. Себебі ауа сорып тұр. Мана волюметрден бөлек, мына жерден ауа сорса, бензинді көп жағы, бензинді көп береді лямбда. Воздух көп, бензин аз деп та, қағанан интеллекті да. Сондықтан воздухты біріншіден кетіру керек. Волюметр обрыв деп тұр, ол енді біз жаңа ашып салғаннан болады. Передний лямбдазон обрыв деп тұр, ода жаңағы енді компьютер ескі дегенмен ауа сорғанмен сөйтіп өзі ошибка шығады, защита нейтрализатора жанғаннан кейін. Так, датчик детонации, блок управления, опережение, зажигание, запаздывание. Катушка, бір-екі катушка қазір бізде зажиганиесі поздний деп тұр. Соны біз көретін боламыз. Неге поздний екен? Ошибканы өшіреміз. Сонымен, достар, біздер қазір катушканы қарайтын боламыз. Катушканы, сосын свечной провод. X8 104 моторларда 3 катушка, 3 свечной провод болады 6 цилиндрге. Қай жерден дұрыс жасамай тұрғанын, соны білеміз. Компьютерде ошибка 3 катушканың біреуі плюсовой сигнальный болып компьютерден шығып, катушкалерге береді ғой, зажигание, свече тоқ бар деп. Со сигнальный провод массаға тиіп тұр. Со массаға тигеннен кейін бір цилиндр, 2 цилиндр жасамай қалады кейде. Сонда қазір біз мотор тостермен қарайтын боламыз. Иесі, көліктің иесі осы катушканы ауыстырыпты өзі. Ауыстырғанда да тағы басқасында қараймыз екеуін. Бәлкім осы жерде бар шығар. Бір жерде, бірақ сигнальный провод массаға тиіп тұр. Соны біз іздейтін боламыз. Мен тағы да камерамды операторымнан алайын. Ол кісі қазір көлігін қыздырсын. Сосын біз уже тексеретін катушкасын тексеретін боламыз. Қыздыра ғой, Рахман. Әнекей, сәл-пәл ала алмай қалады бензинмен. Бензинмен ала алмағасын, ол воздух жаңағы сорғаннан кейін болады. Так, біз мотор тестер қостық. Мотор тестер қосғаннан кейін арнайы 2 провод бар. 2 провод. Мына көк провод катушканы тексереді. Ал мына XSXM деген свечной проводты тексереді. 2 провод бар. Сондықтан әрқайсының показаниесі әртүрлі болады.
Бірінші біз катушкалер тексеретін боламыз. Мен мында тұрып алайын. Әкеле ғой маған. Катушканы тексеретін боламыз. Катушканы бейтіп көрдіңіз бе, мотор ойнап тұр. Өзі қозғалатын еді ма, өсіп тұра ма? Мына катушка ортадағы катушка жасап тұр. Ал мына катушкаға тоқ жоқ. Осының проводкасы дұрыс жасамайды. Так, үшіншісінде тоқ бар. Ал мынада тоқ обрыв. Обрыв көрдіңіз ба? Жоқ тоқ. Сөндір, Рахман, машинаңды. Сөндір ғой. Мінекей достар, массын таптық, сигнальный проводын. Блокқа тип тұр екен. Қазір міне мынау әдемі істеп тұр. Мынау да более-менее істейді. Бірақ мына соңғысы искрасы төмен, нашарлау. Ұрмайды. Көрдіңіз ғой. Мына соңғысы. Ол негізі мынандай болу керек. Ал қазір мынандай болып тұр. Сондықтан шешім ана катушка жасамайды. Ол жасамай ма, жасай ма, қазір мотор тестермен компрессиясын, клапанын тексеріп көретін боламыз. Осыны шешіп, клапанның компрессиясын және катушкасын тексеретін боламыз. Мінекей, мына катушка жасамайтын болып шығып жатыр. Қарағанда өзі изоленттеп тұр екен. Изоленттеліп, осындай болып тұр. Қазір біз катушканы, свечной проводты алатын боламыз. Свечасын алатын боламыз қазір. Свечінің жағдайын қарайтын боламыз. Айып көрмеңіз, қараңғы. Келесі видеолар жарық болып түсіруге ынталам. Так, сонымен біздер свечін шешіп алайық. Свечінің жағдайы сальник клапаннан май кетіп жатыр екен. Ештеңе етпес. Былай свечи рабочий. Свечini ол былай қоя тұрамыз. Бұның өзінің арнайы датчигі бар. Компрессия тексеретін. Өстіп цилиндрге салатын боламыз. Жақында Рахман біздің көрермендеріміз көрсін. Диагностиканың барлығы қасымда иелер тұрады. Мен ешқайда оларды қуып жібермеймін. Себебі өзінің көлігі болғасын, сенбеуі де мүмкін, нанбау да мүмкін дейді ғой. Қарадың ба, қарамадың ба дегендей қылып. Сондықтан өстіп катушканы былай қарай алдайтын боламыз қазір. Осылай. Катушканы осылай. Қазір катушканы біратала тексереміз. Неге жасамайтын? Так, мына жерде масса бар шығар, да, Рахман, қалай ойлайсың? Или алюминий блок қорайын ба? Осылай ұрған тұншауа. Так, енді тоқтарын жалғағаймыз. Компрессия тексергесін өсіп тексеру керек. Қолмен, манометрмен жасағасын ол көлікті қыздырмайды. Біріншіден қыздырмай тексермегесін ол компрессия ма, ол клапан ба, ол может цепь па, зажигание ма, біле алмайсың. Так, бәрін қыздырдық.
қазір компьютермен запись жасайтын боламыз. Көлікті бір қыздырып өлшейміз, содан кейін ответін белгілеп алады. Рахман, сен қазір мынаны записьті бас деген кезде мына кнопканы баса қоярсың. Осы жерде секундомер жүреді. Секундомер жүрсе нормально деген сөз. Түсіндің бе? Бас деген кезде басарсың. Так, бәрін салдық қой, да? 3-ті, 7-ні. Мен бір мотор тестерін қарап жіберейін. Бәрін дұрыс салдым ғой. 3, 7. Так. Бісміллә. Мына қалай? Қолмен ба? Қатты ма осындай? Бас, Рахман. Бастың ба? Бастың ба? Так, 3500 обортқа апарамыз. Енді бір-екі қаластой жасаймыз да. Газы до конца басамыз, сөндіріп жібереміз. Газда басып та жетіспедім осы шамасы. Өзім осы сөндірген. Одан қорықпай қой. Плюс 12, плюс 6 дейді. Мына цилиндрде проблема бар. Цилиндрде проблема бар болғаннан кейін угол опережения позже оптимального. Айттым ғой, мына катушкінде компрессия клапандары барлығы жақсы. Единственный минус катушка жасамай тұр деген сөз. Көрдің бе? 3000 обортта дұрыс жасамайды. Тағы да бір тексерейік қазір. Тағы да бір тексеретін боламыз. Рахманка, бас дегенде баса қой, жарай ма? Бісміллә. Так, замокты артқа до конца дедің ғой, да? Бас, Рахман. 3500 обортқа дейін тағы да береміз. Бастың ба? 3500-ге бардық. Мұнда тахометр жасамайды. Сондықтан на ощупь. 1, 2, 3. Так, 10 градус. 16 градус. Бұрынғы иесі. Мотор аштым деді ма? Мінекей достар, бұл автокөлікте ана катушка жасамайтын болып шықты. Сол катушка жасамағаннан кейін екі цилиндр практически жасамайтын болып шығып жатыр үлкен обороттарда. Катушка 800-900 обороттарда сәл тоқ берместен жасап тұр. Үлкен обороттарда, уже 3000 обороттарда зажигание поздний болып, жағып жетіспейді шашқан бензинді. Автокөлік сондан перебой, пробой дұрыс шашпағаннан кейін болады проблема. Енді мына катушка жасамағасын желательно бұны ауыстырып жіберген жақсы. Так. Қазір біз эндоскоппен түсіретін боламыз. Эндоскоп деген ол камера. Камерамен қараймыз, не болып жатқан жағдайын білеміз, цилиндрдің жағдайы қандай, цилиндр, клапан, тағы да басқа заттарын. Бізде диагностиканың толық диагностика осындай. Кейбіреулер планшетпен қарап, ой, мына клапаның кеткен, немесе клапаның осындай болып жатыр деп на ощупь айтады. Так, бұл бізде камера, цилиндр мен поршневойды қарайтын. Цилиндрді поршневойды қарайтын. Осы камераны біз қазір ноутбукке қосамыз, немесе ұялы телефонға қосуға да болады. Мен қазір бірінші оны бір түсірем.
содан кейін сіздер өзіңіз көретін боласыз. Ноутбук бізде қазір өкінішке орай бос емес. USB порт. Мен оны камерамен, эндоскоппен түсіретін болам. Шаймен саламыз. Сонымен достар, 110-ның ақауын таптық. Шамалап. Біріншіден ақауын мына адсорбер, осыны адсорберін мен точно білмеймін зат екен. Бірақ осы жерден пропускать етіп тұр. Ауа сорып тұр. Мына ішке қарай сол кесірінен лямбда зондпен мына волюметр содан жанады. Соны бірінші кетіру керек. Лямбда зондпен волюметр жасап тұр. Барлығы 8-9 килограмм, 10 килограмм деп көрсетіп тұр сағатына. Лямбда да жасап тұр. Екінші проблема. Мына катушканы ауыстырады. Себебі зажигание поздний. Катушканың сырты да уже изолент деп істеген екен, бірақ ол изолент еш уақытта көмектеспейді. Үшіншіден клапандарын протирка жасату керек. Клапандарын дұрыс жабылмай тұр. Былай цилиндрдің стенкілері барлығы жасап тұр. Клапанның стенкілері барлығы нормальный, поршневой юбкілері де нормальный. Тек қана үстіндегі клапан сальниктен май кетіп тұр. Содан кейін бір клапаны дұрыс жабылмай тұр. Соны енді регулировка жасау керек. Сондай міне бізде диагностика өтті. Диагностика осындай қызық болса, лайк басып жазылайық ағайын. Өстіп қазақша тілінде дамытайық ютубымызды. Өстіп міне баршаңызға да рахмет. Өстіп міне диагностика бейнесі бітті. Рахмет барыңызға.